Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда алдын сіздерге видеоға түсіріп көрсеткен тыңайтқыштың нәтижесімен бөлісетін болам. Яғни екі тыңайтқышты мен әрқашан қолданып, және 2-3 ай бұрын сіздерге осылай зензи сарғайып тұр, соған қолданамын деп астында видеода қолданған болатын. Енді бұйыртса нәтижесі жақсы. Алда бұйыртса сол тыңайтқышты көптен қолданатын болам. Және күз келе жатыр. Күзде жақсы пайдалы тыңайтқыштардың бірі. Ал мына нәтижесіне келетін болсақ, орхидея гүлі алдында 1 ай бұрын ғана гүлдеп болған еді. Енді қайтадан цветоноспен жаңа тамыр шығарып бастап гүлдейін деп тұр. Өте қуанып тұрмын, себебі орхидея гүлімен әдемі. Ал мына жерде малачай гүлім 1 жыл болды, уже тоқтамай гүлдеп жатыр, және жаңа жапырақ шығарып, гүлін ұзақ уақыт ұстап, және түбінен жаңа сабақтар қаптап шығарып жатыр. Ал мына жерде зензи гүлін алдында пересадка жасап аман алып қалған болатын, қатты сарғайып жатқаннан, содан жаңа стрелка шығарып бастап жатыр. Яғни осы тыңайтқышты қолдану жайлы толық ақпарат беретін болам, және сонымен қатар гүлдерге душтың пайдасы жайлы пайдалы ақпарат беріп өтетін болам. Гүлдерге душтың ең бірінші пайдасының бірі, енді отопление қосылды. Күз мезгілінде жылу қосылғандықтан үйдің ауасы құрғақ болып, гүлдің жапырақтары сарғайып, гүлдің жапырақтарының ұштары сарғайып жатады. Сол ауа құрғақтан болып жатады. Және сонымен қатар душқа түсіру арқылы гүлдерді шіркейден сақтаймыз. Себебі гүлдің жапырақтарының арасына шіркейлер, ауа құрғақ жерлерге торлама салып, шіркейлер көп түседі. Ал егерде гүлдерге душ беріп, гүлдердің жапырақтарына су шашып, арасын дымқыл ұстайтын болсақ, ешқандай шіркей түспейтін болады. Және сонымен қатар шіркей түспейтін профилактикалық тыңайтқышты да қолданып тұруымыз керек. Қазір оны да ашық көрсететін болам. Ал енді гүлдерге душ берудің 3-ші пайдасының бірі, ол гүлдерді стресске түсіріп, яғни көптен өспей тұрған гүлдеріңізді өсіру мақсатында 1 рет жылымыш сумен су шашып, екіншісінде сәл салқындау сумен су шашып тұрсаңыздар, гүлдеріңіздің жаңа жапырақ шығарып оянуына жақсы пайдасы бар. Ал гүлдерге душ берудің және су шашудың 4-ші пайдасын айтатын болсақ, гүлдердің жапырақтарының шаңнан тазартамыз. Яғни шаң болмаса, жапырақтарының асты үсті арқылы, жапырақтың тесіктері арқылы жарық жақсы сіңіріліп, және гүлдеріңіздің жапырақтары арқылы да тыңайтқыш жақсы әсерін беретін болады. Ал енді ең пайдалы, мен өзім әсерін байқаған, сіздермен бөлісейін деп отырған тыңайтқыштардың бірі Joy. Бұл жерде инструкциясы бәрі түсінікті сыртында жазылған. Ал енді бұның бір жақсы жері, ешқандай суға араластырып жүрмейсіздер. Сұйық түрде болады, суға араластырып жасаймын десеңіздер. Ал мынау құрғақ түрі бір жақсы жері, жаңағы 1-2 литр топыраққа 1 грамм қолданамыз. Яғни әр горшоктың түбіне осылай чай қасықтың түбімен, ұшымен, яғни прям терезенің алдында ары қарай қозғамай, гүлдеріңіздің тамырын ашпай, осылай терезенің алдында түбіне, әр горшоктың түбіне чай қасықтың ұшымен осылай салып, үстінен суғарып қойсаңыздар, алда қыс келе жатыр, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Бір жақсы жер, гүлдің тамырын ашып, немесе суға араластырып жасап жүрмейсіздер. Гүлдің тұрған жерінен құйып шығасыздар, сонысы жақсы. Бұл Joy деген витаминнің құрамында көптеген витаминдер бар, яғни магний, цинк, калий, гүлдің жақсы өсуіне әсерін береді, және гүлін ұзақ уақыт ұстап, жаңа жапырақ шығаруына жақсы әсерін беретін болады. Ал енді гүлдің жақсы өсуіне әсерін беретін екінші тыңайтқышымыз, ол даже су араластырмаймыз, прям су шашатын пульверизаторымызға жасай беруге болады. Яғни бұл зеленый мыло гүлдердің шіркей түспеуін алдын алатын, яғни профилактика ретінде қолдансаңыздар болады. Шіркей түскеннен кейін де қолдануға болады, бірақ мен шіркей түспей жатып қолданамын. Себебі гүлдің жапырағының сөлін сорып тастайды да, шіркей көзге көрінбей, гүлдің
жапырағың сарғайып, содан сөлін сорып тастағаннан кейін сарғайып төмен қарай құлап жатады. Сондықтан күзде көп гүлдерге шіркей түсе бастайды. Үйдің ауасы құрғақ болғаннан, пеш жаққаннан үйдің ауасы құрғақ бола бастайды. Сондықтан профилактика ретінде күзде жасап шығуға кеңес беремін. Мына 1 литрға чай қасықтың түбімен 4-тен 1 бөлігі, яғни жартыға жеткізбей толтырмай құйып шығамыз. Енді осыны душқа түсірген или су шашылған таза жапыраққа пайдаланатын боламыз. Бұл зеленый мыланы шашқан кезде гүлдің жапырағының асты үстінде бір пленка образоваться етіледі, яғни гүлдің жапырағының асты үстіне бір клей сияқты, осы зеленый мыланы шашу арқылы клей сияқты жабысып қалады да, ешқандай шіркей түспеуіне защита жасап тұрады, яғни қорған болып тұрады. Ешқандай гүліңізге шіркей жабыспайтын болады және гүлдеріңіздің жапырақтарын сөлін сорып, сарғайтып түсірмейтін болады. Парақшам пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп, лайк басып отырсаңыз